Сәлем достар, сіздермен мен бүгін өте дәмді сникерс пирогының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, қант, сары май, қаймақ, какао және ұн қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, ағарғанша миксерлеп аламыз. Міне осылай ағарған соң, үстіне қаймақ қосып, бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Енді ұнымызға жарты шай қасық ас содасын, видеода көрсетілмей қалыпты, сіздер қосуды ұмытпаңыздар. Какаоны қосып, үшеуін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған жұмыртқалы массамызды қосып, араластырып, жұмсақ қамыр шыққанша илейміз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Оны екіге бөлеміз. Кіші бөлігін алып қаламыз да, үлкен бөлігін табамызға салып, жақсылап жайғастырамыз. Жан-жағын көтеріп, бортик жасап осылай көтеріп жасап қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Вареная сгущенкаға менің жағдайымда Дептікі термостойки, үй жағдайында карамель жасап салсаңыздар да болады. Осыған арахисті қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді жаңа қамырымызды шанышқымен шаншып шығып, көтеріліп кетпес үшін салмамызды салып, жақсылап орналастырамыз, тегістейміз. Енді жаңағы алып қалған кішкентай бөлігімізді шамалы ұн сеуіп жаямыз. Жайып, осындай ұзыншақтарға бөлеміз. Осыны тор қылып үстіне орналастырып шығамыз. Мен тігістерін жабу үшін миндальный слайсымен әрлеп шықтым. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Жасап көріңіздер.